Мен Қазақстан Республикасының азаматшасы Сармурзаева Айткүл Қазақстанның Ресейдің одағына кіруіне түбегейлі қарсымын. Алға Қазақстан. Шаршамайсың ба дейді маған Гүлнар деген қазақтың қызы. Жоқ, Гүлнар, шаршамаймын. 13-14 сағат жұмыс жасасам да саясаттан, шындықты айтудан шаршамаймын. Себебі елім үшін, балаларымның жарқын болашағы үшін, қазақ ұлтының ғасырлар бойы сақталып қалу үшін мен шаршамаймын және шаршай да алмаймын. Себебі мен Қазақстан Республикасының біріншіден азаматымын. Екіншіден мен сол қазақ ұрпағын өсіріп, көбейтіп, баламның болашағын жасаушы анамын. Сондықтан маған шаршауға мүмкіндік жоқ, құқым жоқ шаршауға. Артымда қызыл Қытай, сары орыс тұрғанда қазақ халқына шаршауға мүмкіндік жоқ, ақыларың жоқ. Орта аға буындылар. Жетісайда болған трагедия, яғни өрттен 12 адам қайтыс болған оқиға, қайғылы оқиға бізге қандай сабақ береді, және себептер қандай, бұның себептері қандай. Әрине қазір тергеу жүргізіп жатыр, 2-3 рабочий версия бар. Со біреуі үй жаңа болғаннан кейін отоплениясы жақсылап әлі тексерілмеген, содан болуы мүмкін. Екіншісі үй үлкен, балдар, енді оңтүстік балдар жерде жатады, кәдімгі еденде, көрпеде жатады. Содан кішкене салқын болғаннан кейін мүмкін қосымша обогреватель сондайларды қойып неткен, соның кейбір кезде кабелі қызып, көрпелерге бір тиіп, содан өртену мүмкін. Балдар да ұйықтап, аунап, со обогревательға тиіп кеткен болуы мүмкін. И үшінші версия, әрине, резеткалар, вилкнелер, сол замыкание болып, қасында перделер, тюль дейді ғой, соны тез өртенеді, кішкенде малейший искра болса, уже өрт содан басталады. Сабақ, бізге қандай сабақ? Әрине, бәріміз жүрегіміз ауырып нетіп жатыр. Сабақтар қандай? Тойға, жолға шыққан кезде, үлкен топ болып шыққан кезде, әрине, со топтың арасында бір ішпейтін адам болу керек. Міндетті түрде қалғандарды бақылап жүретін. Жолда да, со тойдан қайтқан кезде бір свежий адам болу керек. Оның алдында бір ұйықтап алған, болмаса тойға вообще қатыспау керек. Демалып, жолда сол жүргізушінің қасында отыру керек, бәрі ұйықтап қалмасын деп. Или тойдан үйге қайтқан кезде сол майда-шүйде нәрселерді бақылап қарап жүру керек. Кішкене адамдар ұйықтап қалады, бірден кейін байқаймай қалады. Бір свежий адам міндетті түрде сол топтың арасында болу керек. Бірінші, екіншісі обогреватель, қосымша мынандай обогреватель, оның бәрі Қытайда шығып жатқан заттар. Оны әрине міндетті түрде бір тегіс жерге қою керек, өртенбейтін. Клем, палас, көрпелердің үстіне оны қоюға болмайды. Кабельдер обязательно тимеу керек. Ни в коем случае сол көрпелерге, паласқа, клемге, болмаса перделерге кабельдер тимеу керек. О кабель қызады, содан да өрт шығады, замыкание болады, соны қарап жүру керек. Егерде бағанағын айтқандай свежий бір адам болмаса, қолдарыңда телефондарың бар, соны будильникке қойып, кішкентай балдарың болса будильникке қойып, 2 сағат сайын, 1 сағат сайын о будильник істеп, оянып, қарап, бақылап жүру керек. И үшіншісі, үй салған кезде, әсіресе мынандай частный үлкен коттедждер салған кезде ақшаны аямай, ол үлкен ақша тұрмайды, көп расход болмайды. Противопожарный сигнализация, анау бір үкіметтік мекемелерінің кірген кезде көріп тұрасыңдар ғой, обязательно үстінде противопожарный сигнализация тұрады, сондайды қою керек. Я видті құртады, кішкене әдемі емес болып нетеді, бірақ мына оқиғаға қарап, бір әдемі, бір красотаға, дизайнды қуалай бермей, қауіпсіздікті ойлау керек. Сол міндетті түрде сондай противопожарный сигнализация қойғаны дұрыс болады деп ойлаймын. Сақ болсаң сақтайды дейді. Осындай қорытындылар жасау керек осындай трагедияларда. Лучше орысша айтқандай, лучше перестраховаться ондай кезде. Әрине, лучше перестраховаться сондай істеп алған жақсы. И, конечно, электриктер істеп атқан кезде профессионалдарға
кәсіби мамандарға беріңдер ондай жұмыстарды. Олар кішкене қымбаттау алғанымен качественный и материал, әрине качественный материалдардан жасау керек. И соңғысы ең маңызды, осындай сәттерде, осындай оқиғалар болған кезде, кеше мен видеода видео шығардым, бақылап жатыр, қанша адамдар, қанша қазақтың жүрегі ауырып, осы трагедияға қандай көзбен қарап жатыр, көңіл айтып жатыр. Осындай сәтте, осындай моментте әр қазақ сол кезде сезесін. Мынау қайда, Жетісай қайда, мен қайдамын деп та қарайды да, бірақ қазақ болғаннан кейін әр қазақтың жүрегі ауырады. Сол кезде осындай сәттерде біз сеземіз. Әр қазағым жалғызым деген сөздің мағынасын не екенін сеземіз. Жүрегіміз ауырып осы қазақ болғаннан кейін. Бұның қорытындысы, бұның сабағы мынау, осы жүректі, осы сезімді, міне біз бір ұлтпыз. Біз бір-бірімізге бауырмыз, бәріміз ағайымыз деп, міне қазір жүрегіміз ауырып жатыр. Танымайтын адамға қазақ болғаннан кейін жүрегіміз ауырады. Өйткені біз бір-бірімізге бауырмыз, біз бір-бірімізге бөтен емеспіз. Бір елміз, біз бір жұртпыз, біз қазақпыз. Сол сезім, мынау әр қазағым жалғызым деп, бауырларым мен қазақ бауырларым мына жерде қайтыс болды деп, мен жүрегім ауырып жатыр деп, сол сезім жүрегімізде мәңгі болсын. Әр қазағым жалғызым деген сезім, бір-бірімізге бөтен емеспіз, бауыр екенбіз, сол сезім жүрегімізде сақтансын, жүрегімізде қалсын сол сезім. Сіздер естідіңіздер ғой, сол аналар митингке шыққан кезде жаңағындай Тоқаев обращение жасап, каждый солдаттың өлімін, аналардың айтқандарын бәрін дұрыстап зерттеңдер, істі соңына дейін жеткізіңдер, анау деген сияқты обращение жасады бүкіл халықтың алдында, типа оны президенттік администрация интернеттік инстаграм желіге салып сөйтті ғой. Енді солай жасайды да, бірақ 2 күннен кейін, тіпті даже сол күні кешке, одан кейін 3 күн болса да, мысалы 5 күн қазір өтіп жатса да, не үшін прокуратура әлгі адамдарды аңдып жүр? Өздеріңіз ойлаңыздаршы, не үшін оларды аңдып 15 тәулікке қамап жатыр, көбісін қудалап деген сияқты, бір әйелге 5 ер кісі адам жабылып, қара киіп. Бұл жерде Қазақстандағы президенттің сөзі еш нәрсе ойнамайды, еш нәрсе шешпейді. Ол айтады, бірақ оның сөздері істеріне сәйкес келмейді. Өйткені олар биліктен айырылуға қорқады, түсінесіздер ме? Иманғали дейтін аталарымызды, ОДКБ-ның бастығы бар еді ғой. Сол кісіні Украина мемлекеті өздерінің сайтында жазып қойыпты. Дұшпандардың қатарына енгізіп қойған, себебі ол кісі осыдан 1 жыл бұрын ба ОДКБ-ның құрамында, яғни ОДКБ әскер беруге дайын деп, жаңағыдай Ресейге көмектесуге дайын, егер НАТО кіретін болса деген бір сөздерін айтқан болатын. Вот. Поэтому ол енді ол кісіні дұшпандардың қатарына қосып қойған, және алдағы уақытта бір не болатыны белгісіз. Европада жүрсе, анда жүрсе, мұнда жүрсе деген сияқты. Сондықтан жалпы Қазақстанның политиктері өте сақ жүреді. Ресейге жақ Қазақстанның политиктері өте сақ жүру керек олар. Олар бүкіл әлемді кезіп шарлап ара алмайды. Себебі украинский спецслужбалар уже аңдуға көшкен. Мінекей.